Армысыздар оқушылар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы жолдармен жұмыс істеу, жолдық функциялар. Сабақтың мақсаты жолдарды өңдеу үшін процедуралар мен функцияларды пайдалану. Pythonдағы символдар ASCII код кестесінде цифрлар мен әріптер және басқа да белгілерден тұрады. Символдардың осы кестедегі орны символдың коды деп аталады. ASCII кестесіндегі 256 символ 0 мен 255 аралығында нөмірленеді. Мысалы, ASCII кестесінде 65 нөмір А әрпіне сәйкес келеді. Демек, А әрпінің коды 65. Оқушылар экранды тоқтатып, берілген мәліметті дәптерімізге жазып аламыз. Бір символда жол деп қабылданады. Жолда болуы тиіс болған символдардың ең үлкен санына шек қойылмайды. Ол тек компьютер жадының көлеміне ғана тәуелді. Python программалау тілінде символдармен және жолдармен жұмыс істейтін арнайы функциялар мен әдістер бар. Енді соларды қарастырайық. Мысалы, жол S Қазақстан болсын. Біз бірінші кодты Python бағдарламасында жазып, нәтижесін шығарып көрейік. Оқушылар Python бағдарламасымен онлайн жұмыс жасау үшін мына сілтемеге өтеміз. Осы көріп отырған видеоларының астында описаниеде мына сілтемені қалдырып кетемін. Сол сілтемені басу арқылы Python бағдарламасына тез өтуге болады. Және екінші нұсқасы Google-ге Python онлайн деп тереміз. Бірінші шыққан сілтемені, яғни осы сайтқа бірден кіреміз. Міне бізге осындай бет ашылады. Мына жағына код жазамыз, ал мына жағына нәтижесін алатын боламыз. Біз бірінші бағдарламаны жазып көрейік. Екі апостроф және апострофтың ішіне Қазақстан сөзін жазамыз. Және Қазақстан сөзін нәтижеге шығару үшін print функциясын жазамыз. Балалар, бірінші кодымыз дайын болды. Енді мына көрсетілген run батырмасын басамыз. Міне балалар, мұқият қараңдар, Қазақстан сөзі нәтижеге шықты. Жолды жолға қосу үшін екінші кодта көрсетілгенде әрекетті орындаймыз. Ал төмендегі программа қатарлары, яғни үшінші код, жолды К рет арттырады. Егер К 3 болса, программада көріп тұрғандай алақай сөзі 3 рет экранға шығады. Оқушылар олай болса, екінші кодты, үшінші кодты бағдарламада теріп көрейік. Екінші кодты жазамыз. S айнымалысы және апостроф, апострофтың ішіне Қазақстан. Т айнымалысы апостроф 2050. Енді экранға шығару үшін print. S қосылған апостроф қоямыз ортаға және қосылған D. Оқушылар, кодымыз дайын болды. Енді экранға шығарып нәтижесін байқап көрейік.
Міне бағдарламамыз орындалды, нәтижесі бір жолға шықты. Яғни айтқанда екі жол бір-біріне қосылды. Енді үшінші кодымызды теріп көрейік. S айнымалысы және апостроф, апострофтың ішіне алақай сөзін жазамыз. Және S3 айнымалысына S көбейтілген 3-те жазамыз. Және экранға шығару үшін print S3-ті экранға шығарамыз. Және мына көрсетілген батырманы басып, нәтижесін байқап көрейік. Міне оқушылар нәтижесінде алақай сөзі 3 рет шықты. Бұл жерде барлық сөздер қосылып кетті, байқасаңыздар. Алақай сөзінен кейін бір бос орын тастап, қайтадан нәтижеге жіберіп көрейік. Міне балалар, ортада бос орын пайда болды, енді түсінікті болды. Жарайсыңдар оқушылар, дәл осылай қайталап, өздерің практикалық тұрғыда жасап көріңдер. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.